Енді мынадан азырақ, анадан азырақ десем, қайтадан сұрайды екенсіздер. Қанша үштік, қанша грамм деп. Сол үшін мынадан 10 тал, 13-тік. Мынау долана деп аталады. Долана. Бұл долананың ролы болса, бұл қант диабетті түсіреді. Естеріңізде болсын, қан тамыр тазалайды. Қан қысым, әдетте қан басымды теңшейді, ретке салады. Және асқазанды ретке салады. Бірақ долана емекен деп сіздер бұны жей берсеңіздер, қандарыңыз түсіп тастайды. Адамда төменгі қан деген болады. Осы біздің қандарымыз нормал болып тұру үшін біз бәрін реттеуіміз керек. Ал енді бұл қанды түсіріп тастайды екен. Бұны әркез бұлай дара өзін қолданбайсыздар, достар. Бұған бізше айтқанда хуңзау дейді. Қытайша айтқанда хуңзау. Сіздер жидек дейді екенсіздер. Осының дәуінен 5 үштік. Мынадан 10 үштік. 10 үштік. Көріп алыңыздар, Енді бұл қайда сатылады, қайда бар, жерде жоқ, көкте жоқ, әлемде жоқ демеңіздер, іздеңіздер. Мен керемет болған құпия рецепттерді айтып жатырмын. Іздеңіздер, базарға шығыңыздар, іздеңіздер. Ал енді мынау таныс сіздерге алма. Кәдімгі алма. Енді қандай алма болады? Қызыл бола ма, сары бола ма, ақ бола ма дейсіздер. Қандай алма болса да болады, бірақ бұның қабығы, тоны ашылмауы керек, достар. Ал енді бұның сыртының бәрінде егістіктері болады, химикат. Бұны немен жусақ, химикат кетеді. Артынан қойыңыздар, сұрақты. Қазір мені жазып алыңыздар осыны. Дұрыс болмай тұр ма? Ал енді бұны ұн, тұз, сода, 3 түрлі затпен бұның сыртындағы химикатын кетіреміз біз. Мынау мен өзім қорамда ектім, химикат жоқ деп ойлайсыздар. Оның балапаны, оның дәнегі қайдан келді? Сол үшін осыны ойлаңыздар. Бұның сыртындағы тоны ерекше ем. Бұны ұн, тұз, сода 3 түрлі затпен жуып, аршып, турап саласыздар. Ал енді бұны мынадан 13-түк, доланадан 13-түк кепкенінен жасы болмайды. Егер жасын жаңадан шыққан, өсіп тұрған жемісін істетсеңіздер, төменгі қанды бірақ түсіріп тастайды. Мына жерде біліп алыңыздар, минус пилос дегенді шеше біліңіздер. Бір нәрсе ем десе, өмір бақи қолдансақ, ол зиян болып кетеді. Ал бір нәрсе мынау зиян екен деп жоламай қойсақ, пайдалық жағынан айырылып қаламыз. Бұның сіздер пайдалық жағынан айырылып қалмау үшін мен бұл жерде сіздерге түсіндіріп жатырмын. Мынадан 13-түк. Бұны да әдемілеп отырып жуасыздар. Ал енді мына жидектен 5-3-түк дәуінен аласыздар, кішкентай емес. Бұны да жуасыздар. Көптеген заттардың сыртында микроб болады, достар. Микроб. Қанекей лайық басып, тіркеле кетіңіздер, көпке таратып қойыңыздар. Жақсылықты дейді, көппен бөліскен сайын бізде жақсылық молаяды дейді. Көп адамдар өзім білсем болды, басқа білмесін, өзге білмесін, өзім бай болсам болды, басқа байыма, кедей болама, нем бар деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Біз Алла Тағала айтқан, сен біреуге дейді, бір жақсы сөзді жеткізсең дейді, мен саған миллион есе жақсылық берем дейді. Бізге жақсылықтың келу қайнары неден? Адам тазару деген не? Дұрыс тамақтану, Сол үшін мынадан 5-3-түк, мынадан 13-түк, алманың қабығы, тоны аршылмайды, бір алма. Енді осыларға біз қанша чыны су құямыз? Толық тыңдаңыздар, Бұған чыны деймін, не дейді? Кесе. 3 кесе су құясыздар. 3 кесе. Басқа ешқандай бөгде зат салмайсыздар. 3 кесе су құйып, осыдан қайнап, 1 кесе қалған кезде ғане ол болды, Сіз 3 кесені, кейбір адамдарда мынандай түсінік бар да, ана бір ем айтып еді, мынаны көптен ішіп алсақ бізге пайдасы бар дейді, Одан кейін мынау ертең қалқаса обал болады деп, мынаған су құйып қайнататындар бар. Ол кезде сіздің денсаулығыңыз жақсармайды. Бір жол қайнаттыңыз, мына қызыл көз болмаңыздар,
мына қызыл көз болу деген адамды арандайды. Болды. Бір кезде мен күріш шай сатқанда көп кісілер бүйтеді ғой, ананың біз қайта іше берейік, жақсы екен дәмі, нілі шыққанша дейді. Ана ақшаны үнемдегісі келе ма, нені үнемдегісі келеді, мен түсінбеймін да. Енді достар, осыдан 5 үштік, доланадан 10 үштік, алмадан біреу көріп тұрсыздар ма? Сендер де жазыңдар, қыздар. 3 кесе су құйып, қайнап, бір кесе қалған кезде, ол білмеймін, қанша минут қайнатам деп менен сұрамаңыздар. Мен сіздердің ошақтарыңыз менің үйімде ма? Сіздің ошағыңызды мен басқарып тұрмын ба? Көп ашсаңыз тез қайнайды, аз ашсаңыз ошағыңызды ақырын қайнайды. Сол үшін ондай сұрақты қоймаңыздар. Мына сұрақ қойған кезде бар ғой, ойланыңыздар. Ойланып барып қойыңыздар сұрақты. Мен толығымен айтып жатырмын, мен жерде сөзімді түсінген адам, мен Қытай тілінде сөйлеген жоқпын, орыс тілінде сөйлеген жоқпын, таза қазақ тілінде сөйлеп тұрмын. Ал енді бұдан 3 кесе су құясыздар, біздің тілмен айтқанда 3 шыны. Сол қайнап, бір кесе қалған кезде бәрін сүзіп аласыздар да, бір кесені қай кезде ішесіздер. Мынаны біліп алыңыздар. Таңғы астан кейін ішсеңіздер, қандарыңыз түсіріп тастайды. Түскі ас тойып тамақ жегеннен кейін артынан ішесіздер. Міне бұның ішу несін білмесеңіз, сіз қателестіңіз. Көп адам, мен жұмысқа барам, асығыспын, түсте үйге қайтпаймын, мына таңғы асты ішіп болдым деп, таңғы астан кейін ішіп алсаңыз, қаныңызды түсіріп тастайды бұл. Күште, түсте, әбет, күшті тамақ ішкеннен кейін, тамақ сіңгеннен кейін, бір кесе ішеміз болды, мынаны төгіп тастайсыз. Мынаны қайтада қолданбайсыз бұны. Адамдарда қате түсінік бар да, үнемшіл болам деп, денсаулықтарыңызды құртып аласыздар. Үнемшіл болудың жолын үйреніңіздер. Қалай үнемшіл болу керек? Сол үшін бұл бір жол істетілді. Бұл түк ақша емес. Бір тал алманы сіз қанша болады, өзіңіз есептейсіз. Мына долананың кепкені бәр жерде бар. Алтын Ордаға барсаңыздар, өзбектерде де бар, мына жидекте де бар. Түк ақша емес бұл. Керемет доктор тыңдап отырған сіз өзіңіз. Керемет сіздің ас үйіңіз, сіздің аптека дәріханаңыз. Міне сол үшін мынау керемет біздегі денсаулықты, бұл адамның денесіне қан тамыры болады. Ал енді мынаны тіке қолдансаңыз адамдар бар екен, мынандай бір түсінік бар екен да, маған көптеген хаттар келеді. Мынаны ішсе арықтайды дейді. Әкесінің басы арықтайды, бұны ішсе арықтамайды. Төменгі темір құрамды денедегі бірақ жойып тастайды. Темір құрамды жойып тастағаннан кейін адам не болады? Сіз машинаңызға бензин құймасаңыз, машина жүре ма? Адамның төменгі қанын түсіріп тастағаннан кейін адам оңай зоб болып қалады. Зоб тамақтан. Түсіндіңіздер ме? Міне, сол үшін әр нәрсенің өзінің ресебі бар. Осы ресебі бойынша мысал ретінде, мынау қазан дейік, мысал ретінде, мынау қазан. Мынаған сұйық майды құйдық, тамақты қору үшін бізде ожау болмаса, немен қуырамыз? Ол сәйкестіру деп аталады. Осыны біліп алыңыздар, Мынау қазанға май құйдық, ожау болмаса, қолымызбен араластырамыз ба? Ол мүмкін емес. Сол үшін мынаны бір қыз айтады да маған, ұстаз, мен бір білімнен оқыдым, мына долананы күнде іше берсе, суға чылап, осыдан адам арықтайды екен ғой дейді. Сіз денеңіздегі темір құрамды кетіріп алғаннан кейін сіз оңай зоб боласыз. Міне, сондықтан ас адамның арқауы ауру астан дейді. Білмеген өшет дейді. Қазақ ата-бабамыз айқын дәлелдеп қойған. Айдан анық дәлелдеп қойған. Енді бір сұрақ келді де маған. Мына чыланды жей берсе, қан толады екен ғой дейді. Мына чыланды жей берсе, қан толады екен ғой дейді. Бұның өзінің ресебі болады. Бұның қасында әкесі, шешесі, баласы болу керек. Бір отбасын құру үшін, отбасында сіз жалғыз бас ана болсаңыз, ол семья болмайды. Семья деген не? Семья деген күйеуі, баласы, ата-енесі, әке-шешесі, бұл семья деп аталады. Сол үшін бұны жей берсе қан толмайды. Бұның өзіне қосатын бала-шағасы, әке-шешесі бар қан толтыру үшін. Мен өткенде айтып өттім ғой сіздерге. Ал енді
Біреулер айтады да, мына күнне бір тал алма жесең, бетіңнің терісі әдемі болады деп айтты, рас па дейді. Бұл алма құдіретті болатын болса, барлық адам үйіне үйіп қойып, күнде бір тал жемей ма? Не үшін қыздар косметика істетіп жатыр? Бетінің терісі әдемі болса, беттің терісі әдемі болу үшін бұның қасына 4 түрлі зат қосады. Бұның қасына әкесі, шешесі, баласы, күйеуі деген сияқты. Ол семья деп аталады. Бір отбасында жалғыз бас болса, ол семья деп аталмайды. Жалғыз басты ана деп аталады. Ал баласы, күйеуі болса, семьясындағыдармен дейді. Қанағаттандырылмаған деген сияқты семьясымен дейді. Жалғыз бас ана дейді. Міне сол үшін бұның қасында беттеріңіздің терісі әдемі болу үшін аз уақытта бұның қасына әкесі, шешесі, баласы қосылады. Барлығын қайнатып ішкенде, қанша күн ішкенде. Енді сіздер тоқтап тұрыңыздар. Бұл керемет рецепті біліп алдыңыздар, қан тазартатын біздегі. Қан тазартатын ең маңыздысы осы болғанмен, бұның күйеуі, әйелі болу керек екен баласының қасында. Сонда ғана бір семья болып аталады екен. Ал енді бұны қанша күн ішесіздер? Адамның денесіндегі қан бір күн ішіп тазармаса, мен жаманатты болам. Әлі қыз айтып жатып еді, іштік қой, тазармайды ғой деп шығасыздар. Сол үшін молдаға барып шартталып емдесеңіз, 3 күн кел, 7 күн кел, 9 күн, 11 күн кел, 1 ай кел деп айтады. Молданың өзі сізді емдеп шықтау үшін. Ал бұны шарт ұстайсыздар. Қанша күн шарт? Адамның өн бойында ағып жатқан қанды айтпаған кезде біздің денемізде қан тамырлар дейді. Жер шарыны 4 айланғандай ұзындықта екен. Жер шарыны, ойлап көріңіз сіз, жер шары қаншылық? Соны айланатындай ұзындықта болады екен адамның денесінде қан тамырлар. Міне, сол үшін мен қазір сіздердің сұрақтарыңызға мән берген жоқпын, мен сабағымды сөйлеп алайын, артынан өзі сұрақтарыңызға, маңызды сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Лайық басып, тіркеліп, көппен бөлсе кетіңіздер, мұндай жақсы, таза, керемет ақпаратты. Ана біреудің өсегін айтсаңыздар да бөлсесіздер ғой, бәленбай болып жатыр екен, төленбай болып жатыр екен, күйеуінен ажырасып, әйел кетіп қапты деген, Сол үшін өсектің орнына білім тарқатсаңыздар, Алла тағала сіздерге еселеп береді. Ал енді бұны қанша күн ішіп, қанша күн тоқтату, толық жазып алыңыздар, Бұны бастапта, қыздар жазыңдар, Бастапта 3 күн ғана ішесіздер. 3 күн. Кесе. 3 күн ғана ішесіздер. Бастапта 3 күн ішіп, бұны 7 күн тоқтатып қоясыздар. Себеп не? Ішкі ағзаңыз сіздің неге үйреніп қалған? Сіздің жай жатқаныңызға, жай тұрғаныңызға, сүт пен шайға, бір ет, бір майға, бәріне үйреніп қалған. Сол үшін бұл 3 күнге дейін танымайды. Бұл барады, танымайды, қабылдамайды. 3 күн ішіп, 7 күн тоқтатып қоясыздар. 7 күн. Себеп ананы білу керек та, сезіну керек ішкі ағза. 7 күн. Әдетте дәрісте қанша күн бір басқыш тоқтатады деп жатады ғой. Бұның ғылыми жағынан өте керемет, бұның мағынасы бар. Оны да жайлап сіздерге бірден түсіндіретін болам. Ал енді бұны 3 күн ішіп, қыздар, 3 күн ішіп, 7 күн тоқтатасыздар. Жазып алыңыздар, мынандай керемет құпия рецептерді ешкім мен сияқты жағы жар тілі кез болып айтпайды. Біліп алыңыздар мұнаны. Біздің группада қандай сабақтар өтіліп жатыр. Бұрынғы группадан кіріп, салмақ тастаған кісілер, тораптастар, жаз отырыңыздар, мына жерге көрсін, халық білсін. Тамақпен арықтау деген не? Сумен арықтау деген не? Көп адам білсін. Не? Бірдеңе айтпақшысың ба? Енді 3 күн ішіп, 7 күн тоқтатасыздар. 7 күн тоқтатудың мағынасы 7 күнге дейін бұл 3 күн ішкеннің мысал ретінде бұл қабылдау керек ішкі ағзамыз. Мынаны білу керек, мынау жақсы зат екен ғой. Адам 21 күнде әдеттің құлы. Сіз шынайы түрде ақша тапқыңыз кеп, денсаулығыңызды күткіңіз келсе, 21 күн шыдауыңыз керек та.
21 күн. Сонда барып сіздің ішкі ағзаңыз таниды. Өмірді, ақшаны, бизнесті бастап алып, 3 күнде, бәлен күнде шегініп кететіндер бар. Ол дұрыс емес. Ақшаны сезіну деген не? Сіздер ойлайсыздар, мынау денсаулықты айтып келе жатып, ақшаны айтқан не істеп? Өйткені бәрі адам ақшаны жақсы көреді, бай болғысы келеді. Бірақ осы ішкі жан дүниесін түсінбейді да. Ішкі жан дүниесі неден келеді? Байлық неден келеді? Адасып жүрген адам дүние жүзінде жетеді сеңдей соғылысып. Байлық қайдан келетінін түсінбейді. Адам тазару деген не? Тазару десе, диета ұстап тазару дейді. Қателестіңіз. Диета ұстасаңыз, сіз ішкі ағзаңызды бірақ өлтіріп тастайсыз. Соны тойдырып бәленген күнге дейін диетаның өзінің жолы бар. Диета ұстап, салмақ тастап, қайтадан қосып алғандар да маған келіп жатыр. Міне, енді менің сіздерге айтам, 3 күн ішіп, бұны 7 күн тоқтатып қоямыз. 7 күннен кейін, тоқтағаннан кейін жазыңдар, 21 күн ішеміз. 21 күн. Ал 3 күн іштік, 7 күн тоқтаттық. Өйткені бұлар 4-5 күннен бастап 7 күнге дейін ойланады ішкі ағзамыз. Әнеуінгі бір бізге берген заты күштеді ғой. Шіркін-ай дештеп, соны қалақ қалуы мүмкін да, сол кезде барып біз тоқтатпай 21 күн ішкен кезде адам әдеттің құлы дейді. 21 күнде біздің денсаулығымызға көп деген заттар жиылады. 21 күн шыдаған кезде сіз жеңістікке жету үшін біз осы 21 деген санды ерекше миымызға қондыруымыз керек. 21 күн ішеміз, ал 21 күннен кейін біз тоқтатамыз. Өйткені енді дәмін білді да, енді біліп келе жатып, бұларды үйрету үшін біз дәмдетуіміз керек. Сол кезде 21 күн тоқтатып тастаймыз. 21 күн. Ал 21 күннен кейін тоқтағаннан кейін орталықта өздері сағынады бұны, ішкі ағзамыз. Үйреніп қалдық, керемет ет, шіркін-ай деш, қашан келеді екен деш деп армандайды. Сол кезде біз басып береміз. Қанша күн? 91 күн ішеміз. 1 жылда болды. Келер жылы тағы осылай бастайсыздар. Түсінікті болды ғой, Түсінікті болса, иә деп жаза кетіңіздер. Түсінген кісілер. Кейбір кісілер ана есіктен сығалап, не айтып жатыр, бұл не сатады? Ойбай, ана чылан деген арзан еді ғой ана жерде. Мына қанша деп отыр екен, бағасын деулеріңіз мүмкін да, олай емес, қателестіңіз. Мен бұны сатпаймын. Сіздерге керемет болған рецепт айтып жатыр. Міне, иә дейді. Қандай керемет, түсінген кісілер. Бұл рецепт өте керемет. Адамның ішкі ағзасы, достар, өте қажайып. Ол көп адам түсіне бермейді. Болды, бүгін ет пен май бердік, бүгін сорпа іштік дейді. Қателестіңіздер. Олардың тілін білу керек. Олар не деп жатыр? Осыны біз түсінуіміз керек та, сол кезде барып біз аурудан айығуға болады. Достар, енді менің сіздерге айтатыным не деген кезде, бұдан кейін біздің 80 мың адамдық тиктогымыз кетті блокқа. Жоқ ол кісілер. Енді осы жерден